Менің алғашқы программам. Программа дегеніміз қандайда бір программалау тілінде жазылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. Команда – компьютер орындауға міндетті әрекеттер. Программалау тілдері – жасанды тілдер. Олардың табиғи тілден айырмашылығы мағынасы трансляторға түсінікті болатын әрі жазу командасының қатаң ережесіне бағынатын, сөздері шектеулі болатынында. Scratch ойын программалау ортасы. Scratch бастауыш сынып пен орта буын оқушыларына арналған визуалды нысанға бағытталған программалау ортасы. Scratch программалау ортасы лого тілінің және лего конструкторының жалғасы ретінде жасалған. Scratch'те программалар графикалық блоктардан тұрады. Бұл программалау ортасы өте қызық әрі жобалар жасауға, алгоритм командаларын тиімді пайдалануға, алгоритм құруға мүмкіндік береді. Scratch анимациялық ертегілер, ойындар мен модельдерді құрастыруға арналған жаңа программалау ортасы. Scratch программасын іске қосу үшін жұмыс стелінен Scratch таңбашасын 2 рет шертіп іске қосамыз. Программа алғаш іске қосылғанда мынадай терезе интерфейс пайда болады. Программа терезесі 3 бөліктен тұрады. Бірінші негізгі жұмыс алаңы бұл сахна, екінші скриптілер таңдау тарауы, үшінші скриптілер облысы. Және әрбір бөлік жоғарғы төмен бөлімдерден тұрады. Терезенің жоғарғы бұрышында программа атауы, программа тілін өзгерту және мәзір батырмалар орналасқан. Файл батырмасында жаңа жоба құру, жобаны ашу, жобаны сақтау, жобаны қалай сақтау, жобаны видеоға жазу, жобаны сайтқа жүктеу, жобаны жаңарту, шығу батырмалар орналасқан. Түзету батырмасында сахнаны кішірейту, турбо режим батырмалар орналасқан және көмек алу, Scratch жайлы мағлұматтар орналасқан. Спрайт бір атауымен мысық спрайты құрылады. Терезенің жоғарғы бөлімінде нысандарды орындайтын әрекеттер қатары орналасқан. Бұл спрайтты көшіріп алу, спрайтты қию, спрайтты үлкейту, спрайтты кішірейту және көмек алу батырмалары. Терезенің төменгі бөлігінен жаңа нысан батырмасының көмегімен спрайттар кітапханасы және графикалық редакторда жаңа спрайт құру, спрайтты файлдан жүктеу және камераның көмегімен спрайттар енгізуге болады. Скриптілер таңдау тарауының түрлері: қозғалыс тарауы, түр тарауы, дыбыс тарауы, қылқалам тарауы, мәліметтер тарауы, уақиғалар тарауы, басқару тарауы, сенсорлар тарауы, операторлар тарауы және басқа да тараулар орналасқан. Киімдер бөлімі. Киімдер кітапханасы, жаңа киім салу, киімді файлдан жүктеу және камераның көмегі арқылы киім таңдау. Дыбыс бөлімінде дыбыс кітапханасы, жаңа дыбыс жазу және дыбысты файлдан жүктеуге болады. Келесі сахна фоны. Сахна фонын фондар кітапханасынан таңдап алуымызға болады. Графикалық редакторының көмегімен өзіміз сахна дайындап алуымызға болады. Және файлдан сахна фонын жүктеп алуға камераның көмегімен өзіміз сахна дайындап алуымызға болады. Графикалық сурет салу бөлімінде қалам, сызғыш, төртбұрыш, шеңбер, мәтін теру, түске бояу, өшіргіш, таңдау, фонды өшіру және көшіру батырмалары. Экранның оң жақ жоғары бұрышында оңға солға бұру, жоғары төмен бұру батырмалары орналасқан. Терезенің сол жақ жоғары бұрышында орналасқан көк батырманы басу арқылы біз жобамызды үлкейтіп көре аламыз және кері басқанда жобамыз қалпына келеді. Жобамызды немесе кейіпкерімізді іске қосу үшін жасыл жалаушалы батырманы басамыз және оны тоқтату үшін қызыл батырманы басамыз. Міне біз программа интерфейсімен танысып алдық.
Бірінші номермен берілген тапсырманы қарастырайық. Ұшып бара жатқан тотықұс жобасын жасау. Спрайттар кітапханасынан, жануарлар бөлімінен тотықұс бейнесін таңдаймыз. Уақиғалар тарауынан жасыл жалаушаны таңдаймыз. Одан кейін басқару тарауынан әрқашан блогын таңдаймыз. Түр тарауынан келесі костюм блогын таңдаймыз. Басқару тарауынан 1 секунд күтуді таңдаймыз. 1 секундымызды 0,5 секундқа ауыстырамыз. Қозғалыс тарауынан 10 қадам жүру блогын таңдаймыз. Осы тараудан экранның шетіне жеткенде кері қайту блогын таңдаймыз. Енді жасыл жалаушаны басып, жобамызды тексереміз. Тотықұсымыз ұшты, енді өздеріңіз тәжірибе жасаңыздар. Екінші номермен берілген тапсырманы қарастырайық. Жер шарының айналу қозғалысын. Спрайттар кітапханасынан, космос бөлімінен жер шарының бейнесін таңдаймыз. Енді қажетті программаны енгізейік. Уақиғалар тарауынан жасыл жалаушаны таңдаймыз. Басқару тарауынан әрқашан блогын таңдаймыз. Қозғалыс тарауынан 10 қадам жүру блогын таңдаймыз. 10 қадамды 1 қадам деп өзгертеміз. Осы тараудан сағат тіліне бағыттас бұру блогын таңдаймыз. 15 градусымызды 5 градус деп өзгертеміз. Енді жасыл жалаушаны басып, қозғалысты тексереміз. Жер шары қозғалды. Енді өздеріңіз тапсырманы орындаңыздар. Үшінші тапсырманы қарастырайық. Аквариум ішіндегі балықтың қозғалысы. Ең алдымен сахна фонын таңдаймыз. Сахна кітапханасынан, табиғат бөлімінен су асты бейнесін таңдаймыз. Енді спрайтты кітапханасынан спрайтымызды немесе кейіпкерімізді таңдаймыз. Спрайт кітапханасынан жануарлар бөлімінен бірінші балық бейнесін таңдаймыз. Балығымызды кішірейтіп аламыз. Енді скрипті блоктермен қажетті программамызды енгіземіз. Уақиғалар тарауынан жасыл жалаушаны таңдаймыз. Басқару тарауынан әрқашан блогын таңдаймыз. Қозғалыс тарауынан 10 қадам алға жүру батырмасын таңдаймыз. Және осы тараудың ішінен экран шетіне жеткенде кері қайту блогын таңдаймыз. Және нысанның оңға, солға айналу стилін таңдаймыз. Бізді қазірше бір ғана балығымыздың көшірмесін жасап аламыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, көшірмесін жасаймыз. Бірнеше көшірме жасауымызға болады. Енді әрбір балықтың қадам санын өзгертеміз. Екінші балығымыз 3 қадам, үшінші балығымыз 2 қадам, төртінші балығымыз 1 қадам, және бесінші балығымыз 3 қадам жүреді. Енді жобамызды тексеріп көрейік. Жасыл жалаушаның көмегімен жобамызды тексереміз. Міне, аквариум ішіндегі балығымыз қозғалысқа енді. Енді осы экранды үлкейтіп көрейік. Міне, экранымыз үлкейіп, балықтарымыздың бейнесін көрдік. Енді оқушылар осы тапсырманы өзіміз қарастырайық. Төртінші тапсырманы қарастырайық. Әуенді ырғақпен алаңда жаттығу жасау. Алдымен сахна фонын таңдаймыз. Фон кітапханасынан, спорт бөлімінен жаттығу жасау алаңын таңдаймыз.
Енді спрайт кітапханасынан кейіпкерімізді таңдаймыз. Спрайт кітапханасы. Адамдар бөлімінен жаттығу жасаған бейнені таңдаймыз. Енді скрипті тараулармен қажетті программаны енгізейік. Оқиғалар блогынан жасыл жалаушаны таңдаймыз. Басқару тарауынан әрқашан блогын таңдаймыз. Қозғалыс тарауынан 10 қадам алға жүру блогын таңдаймыз. 10 қадамды 30 қадам деп өзгертеміз. Дыбыс тарауынан дауылпаз көрсетілген санға сәйкес тактыны ойнату блогын таңдаймыз. Келесі тағы да қозғалыс тарауынан 10 қадам алға жүру блогын таңдаймыз. 10 қадамды 30 қадамға өзгертеміз. Келесі дыбыс тарауынан тағы да дауылпаз көрсетілген санға сәйкес ойнату блогын таңдаймыз. Дауылпаздың санын 2 санына өзгертеміз. Енді кейіпкерлерімізді бірнеше көшірмесін жасаймыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасында көшірме батырмасын таңдап, көшірмелерін жасаймыз. Әдемілеп орналастырамыз кейіпкерлерімізді. Енді жасыл жалаушаны басу арқылы тексерейік. Жобамыз шықты. Енді өздеріңіз тәжірибе жасаңыздар.